9 сынып оқушысы апатқа ұшырап көз жұмды. Жасөспірім мотоциклдің рөліне ие бола алмай аударылып қалған. Өңірде азық-түлік бағасы күннен күнге шарықтап барады. Бағаны тұрақтандыру үшін облыстық бюджеттен 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінетін болды. Ертең мешіттерде ораза айт намазы оқылады. Карантин шектеулеріне сай келем деуші жамағаттың саны қысқартылды. Армардақта ғайын, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Шалқар ауданында жасөспірім мотоциклмен аударылып көз жұмды. Оқиға 10 мамыр түнгі сағат 10 шамасында Базой ауылынан 3 шақырым жерде болды. 15 жастағы мектеп оқушысы ИЖ Планета 5 маркалы мотоциклдің рөліне ие бола алмай аударылып қалған. Жасөспірімнің басында қорғаныш бас киімі, куәлігі де болмаған. Сондай-ақ мотоциклдің тіркеу нөмірі де жоқ. Апат орнынан 9 сынып оқушысы ауруханаға жеткізілді. Алайда алған жарақаттарынан қайтыс болды. Бұл жерде ИЖ Планета маркалы мотоциклдің 15 жастағы жүргізушісі мемлекеттік тіркеу нөмірсіз, басына шлем кимей, көлік құралдарын басқару құқығы жоқ. Шалқар ауданы Базой елді мекен 3 шақырым жерде жолмен жүріп келе жатырып, рулін басқара алмай, қозғалыс барысынан оң жаққа қарай аударылған. Жол көлік оқиғасының салдарынан 9 сынып оқушысы Шалқар ауданының Базой кентінің стационарлық медицина бөлімшесіне жатқызылып, біраз уақыттан кейін алған жарақаттарынан қайтыс болды. 312 атқыштар дивизиясы даңғылынан бейбітшілік даңғылына бұрылатын тұстағы теміржол өткелі жабылды. Бұл маңда жол жөндеу жұмыстары басталды. Ал ол туралы қала тұрғындарына алдын ала хабарланған жоқ. Салдарынан бүгін таңда теміржол өткелінің арғы және бергі бетінде көлік кептелісі қалыптасты. Тургенев көшесінің басы да жабық. Асфальт қабаты жаңартылуда. Жол жөндеу жұмыстарының бұл учаскеде қашан аяқталары белгісіз. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшылығы көшелерді жөндеуге жабатын уақытта ол туралы алдын ала тұрғындарды хабардар етуі маңызды. Көлік жүргізушілері мен жаяулар соған сай өз жүру бағыттарын реттеп отырады. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру үшін жергілікті бюджеттен артылған ақшаны жұмсау қажет. Бүгін Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов осындай мәлімдеме жасады. Ал облыста биыл әлеуметтік тұрақтандыру қорына бөлінетін қаражат 2 есеге көбейген. Дегенмен әлеуметтік дүкендердің өзінде тұрақтандыру қорының қаражатына алынған көкөніс өнімдері тапшы. Елдің бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі ең қажетті азық-түлік өндіруші кәсіпкерлерін бақылауда ұстау қажет. Жергілікті әкімдіктер тұрақтандыру қорларына қазынадан артылып қалатын қаражатты үздіксіз құйып отыруы тиіс. Сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов әкімдерге осындай ұсыныс жасады. Тұрақтандыру қоры, облыстың тұрақтандыру қорында 1 миллиард 200-ден астам сомма қаражат бар. Ол қаражатқа қазіргі таңда біздер азық-түлік қорларына сатып алып қойдық. Және де алдағы егіс науқаны есебіне азық-түліктерді алдық. Ол көкөніс, картоп өнімдері. Қаладағы әлеуметтік тұрақтандыру қорының өнімдерін сататын дүкендерде де қазір баға ұшып тұр. Картоп Пәкістаннан, оңтүстік облыстардан жеткізіледі. Сондықтан бір ай бұрын ең арзан деген сауда нүктелерінде картоптың келісі 200 теңгеден асып кеткен. Статфондтікі аяқталды, бізде Пакистан және Жамбылдың картошкалары келіп жатыр. Статфондтікі 85-тен болды, бірақ олар бітіп қалды қазір данный момент. Данный момент жоқ. Арғарай болады дейма, енді болмайды. Келесі, может, күзден кейін болу керек қой негізі. Каждый год солай ғой, осындай майдың аяғында бітеді. Айту бізге айтты, администраторлар. Бітті деді, біз заявка беріп едік, жоқ келген жоқ, содан кейін келмеді. Дүкеншілер қаладағы коммуналдық базарларда әлеуметтік тұрақтандыру қорының өнімдері таусылғанына да біраз уақыт болғанын айтады. Бірақ облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшылығының жауабы мүлдем басқа. Жергілікті көкөніс өнімдері күзге дейін саудаға шығарылады. Қор жеткілікті.
Тұрақтандыру қорындегі картоп, көкөніс өнімдері азайды. Өйткені біз қыс бойы бағаны ұстап, халыққа арзан өнімді бердік. Бірақ қазірде мына табыс және де мына кішкентай ауданда дегенде, кішкентай әлеуметтік дүкендерде өнімдер әлі бар. Бұл өнім әлі қыркүйек айына дейін жеткілікті. Өткен жылғымен салыстырғанда биыл күнделікті қолданатын азық-түлік түрлері көкөніс бағасы біршама көтерілгендігін байқау қиын емес. Қала орталығындағы әлеуметтік дүкендерде тұрақтандыру қорының бірде-бір өнімі сатылып жатқан жоқ. Бәрі қымбат, баға күннен күнге шарықтап барады. Көкөніс өнімдері соңғы кезде бірден көтеріліп кетті. Баға барлық сауда орындарында бірдей, арзан жер жоқ. Биыл өңірде әлеуметтік тұрақтандыру қорына бөлінетін қаражат көлемі бірден 2 есеге көбейген. Өткен жылы 600 миллион теңге бөлінсе, биыл қордың қоржыны тағы осындай қаражатпен толықты. 1 миллиард 200 миллион теңге ауқымды қаражат. Бұл қаражат азық-түлік бағасын тұрақтандырып, жергілікті көкөніс өнімдерінің қорын көбейтуге жұмсалады деп жоспарланып отыр. Раушан Сейсенбаева, Жаслан Жұбай, Тәулік. Биыл Ақтөбе қаласы Алматы аудандық прокуратурасы 232 жұмысшының конституциялық құқықтарын қорғады. Оларға жалақылары уақытылы берілмеген. Нәтижесінде жұмыс берушіден 22 миллион теңге көлемінде қарыз өндірілді. Сондай-ақ мыңнан астам қызметкерге міндетті зейнетақы жарналары аударылмағаны анықталды. Мысалы, Трейдентерком жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жұмысшы Константиновқа 2020 жылдың тамыз айынан 21 жылдың наурыз айына дейін 500 мың теңге көлемінде және Раимовқа 2020 жылдың қараша айынан қазіргі уақытқа дейін 108 мың теңге еңбек жалақылары төленбеген анықталды. Бүгін қасиетті Рамазан айының соңғы күні, ал ертең 13 мамырда мұсылман қауымы үшін ұлық мереке ораза айт басталады. Мейрамның бірінші күні өңірдің барлық мешіттер ауласында жамағатпен айт намазы оқылады. Әр мұсылман айт намазына жуынып, шайынып, дәрет алып, ең әдемі әрі таза киімдерін киіп, үстіне хош иіс су сеуіп барады. Облыстық Нұрғасыр орталық мешітінің наиб имамы Алмат Алидің айтуынша, қазірден бастап айт намазын барлық санитарлық талапты сақтай отыра өткізу тәртіптері пысықталуда. Ақтөбе уақытымен Ақтөбе облысына қарасты барлық мешіттерде таңертеңгі сағат 7:00-де қасиетті ораза айт намазы оқылады. Енді осы өңірлердегі санитарлық талаптарды сақтай отырып, барша халыққа айт намазын оқуға келетін жамағатқа ескертеріміз, талаптарды сақтай отырып, далада айт намазы оқылғанда үйден дәретін алып келсе, сонымен қатар әрбір жамағат айт намазына келетін өзімен бірге жеке жай намазын алып келсе. Мешітке барар алдында 1-2 құрма жеп дәм ауыз тиген абзал. Бұл ораза аяқталғанның белгісі. Карантиндік шектеулерге байланысты адамдардан бетперде кию, ара қашықтықты сақтау сияқты санитарлық талаптарды орындау сұралады. Айт намазы аяқталған соң шүйіркелесіп әңгіме құруға тыйым салынады. Сондай-ақ жамағатпен намаз оқуға 65 жастан асқан қариялардың, кәмелеттік жасқа толмаған балалардың, әйел адамдардың, сырқаттанған жандардың келуіне рұқсат етілмейді. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Андрей Линник қазанда болған жағдайды негізге алып, ел аумағындағы мектептер мен балабақша қауіпсіздігін күшейтуге қатысты ұсыныс айтты. Осы орайда ол үкімет басшысы Асқар Маминнің атына депутаттық сауал жолдады деп хабарлайды Қазақпарат. Депутаттық сауалда білім беру нысандарының антитеррористік қорғаныс жүйесіне талаптарды қайта қарау мәселесі көтерілген. Қоғамдық орындар күзетшілеріне қару ұстауға және оларға мүліктік кешенді ғана емес, сонымен қатар адамдардың қауіпсіздігінде күзетуді жүзеге асыру міндетін жүктеуге рұқсат беру ұсынысы айтылды. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Қазақстанда өткен тәулікте 1811 адамның коронавирус індетін жұқтырғаны ПТР арқылы расталды деп хабарлайды ведомствоаралық комиссия. Алматы қаласында індеттің тарауы бәсеңдеп келеді. Өткен тәулікте 391 тұрғыннан инфекция анықталды. Нұр-Сұлтан қаласында 310 жаңа дерек, Қарағанды облысының 200 тұрғынының ПТР тесті оң шықты. Алматы облысында 162 адам ауырып қалған, Павлодар облысында 111 жағдай. Біздің өңірде 50 адамнан ковид табылды. Пандемия басынан жалпы ел бойынша ауырғандар саны 348 308 адамға жетті.
COVID-19-дың таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия пневмониядан қайтыс болғандар статистикасын жаңартты. 10 мамырдағы жағдай бойынша елде коронавирус белгілері бар пневмония 13 адамда анықталды. Алайда олардың ПЦР тесті теріс нәтиже көрсеткен. 5 адам көз жұмды. Соңғы мәлімет бойынша елде коронавирус жұқтырған 40.056 адам бар. 799 науқас ауыр жағдайда, 192 адам өте ауыр жағдайда жатыр. 122 науқас жасанды тыныс алдыру аппаратына қосылған. Денсаулық сақтау министрлігі коронавирустың таралуы бойынша қызыл, сары және жасыл аймақтар туралы ақпарат жаңартты деп хабарлайды Тенгринюс. Қазір қызыл аймақтан Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Ақмола, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстары, сары аймақта Шымкент қаласы, Алматы, Атырау, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстары, жасыл аймақта Жамбыл, Маңғыстау, Түркістан, Қостанай, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстары қалып тұр. Көліктегі мемлекеттік бас санитар дәрігер Жанар Оразалина қолданыстағы қаулыға өзгерістер мен толықтырулар енгізді. Бұдан былай қызыл аймақта орналасқанмен ондағы әуежай мен вокзалдар ашық жобасына қатысса, шығарып салушылар мен күтіп алушылардың нысан аумағына кіруіне рұқсат етіледі. Ал бұған дейін 15 сәуірден бастап Қазақстанда коронавирусқа қарсы қызыл аймаққа кіретін әуежайлар мен вокзалдарға карантиндік шектеулер күшейтілгені хабарланған болатын. Яғни қызыл аймаққа кіретін мұндай ғимараттарға шығарып салушылардың кіруіне шектеу қойылған. Бүгін Қазан қаласы аза тұтып жатыр. Кеше қалалық гимназияда 9 адам атып өлтірілді. Оның 7-еуі бала, 1-еуі мұғалім. 25 жастағы педагог Эльвира Игнатьева оқушылардың бірін денесімен жауып қалған. 21 адам оқ жарақатын алды, 18-і мектеп оқушысы. 14 жастағы ер бала аса ауыр халде жатыр. Орталық клиникаларға тасымалдауға жарамсыз. Қазандағы қайғылы жағдайдан кейін Ресей президенті Сочиден Мәскеуге оралған. Владимир Путин атыс қаруын сату мен тіркеуге бақылауды күшейтуді тапсырды. 11 мамырда кешке палестиндік радикалды топтар Израильге қарай 130-дан астам зымыран жіберді. Бұқаралық ақпарат құралдары адам шығыны барын хабарлады, алайда олардың саны белгісіз. Зымырандардың бірі Тель-Авив маңындағы елді мекендерге қатынайтын жолаушылар автобусының біріне түскен. Зымыран шабуылына байланысты Бен-Гурион атындағы әуежай жұмысын тоқтатты. Ғимараттан адамдар эвакуацияланған. Ал Тель-Авивке баруы тиіс рейстерді Кипрге жіберіп жатыр. Өткен тәулікте Газа секторынан Израильге қарай 100-деген зымыран ұшырылған. Бұқаралық ақпарат құралдары 600 зымыран ұшырылған жас. Олардың басым бөлігін Израильдің зымыранға қарсы қорғаныс жүйесі атып түсірген. Бірнеше зымыран нысанаға дөп тиген. Зымыран шабуылын Хамас пен Ислам джихад радикалды топтары мойнына алды. Израильдің қорғаныс армиясы Палестинаның 100 шақты әскери нысанын атқылады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажытағанұлы мұсылман қауымын ораза айт мерекесімен құттықтады. Ол ораза айт жүрекке қуаныш пен мейірім сыйлайтын, адамзат баласын ізгілікке, достық пен бауырластыққа, қанағат пен қайырымдылыққа үндейтін мейрам екенін атап өтті. Ораза айт отбасылық мереке, айт күндері ата-анамызды, ұл-қыздарымызды, аға бауырларымызды қуанышқа кенелтіп, қараусыз қалған қарттарға, жетімдер мен мүгедек жандарға көмектесудің сауабы мол деді Тағанұлы. Пандемияны ескеріп, діни басқарманың пәтуасымен мешіт тәртібіне бағынып, құлшылығын үйде орындап, оразасын оқшау түрде ұстаған жамағатқа ризашылығын білдірді. Бүгін 12 мамыр қасиетті Рамазан айының соңғы күні. Ал ертең 13 мамырда мұсылман қауымы үшін ұлық мереке ораза айт басталады. Биыл ораза айт намазы мешіттердің ауласында оқылады. Шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Мұқтаждарға азық-түлік ақшалай сертификаттар табысталды. Рамазан айының соңғы күнінде облыстық Қызылай қоғамында қайырымдылық акциясы өтті. Бүгін медбикелердің халықаралық кәсіби мерекесі орта буын медицина қызметкерлері марапатталды. Ерлер мәселелері, ішіңіз және ұмытыңыз. Максимиллион жаңа құралы небәрі 40 күн ішінде простатиттен эректильді дисфункцияға дейінгі барлық бұзушылықтар кешенін жояды, қабынуды басады, қан ағысын жақсартады, ер қайратын қайтарады. Миллион мәселелерден бір курс арқылы арылуға болады. Максимиллион нәтижелі әсер. Толық ақпарат 8700 323 1044. Бүгін тапсырыс берсеңіз 30% жеңілдік. Сені ешкім көрмесе, барлығы мүмкін болып көрінеді. Салынған бомба туралы хабарлау. Бүкіл қаланы дабылмен көтеру. Жалған қоңырау жауапсыз қалмайды. Бірақ кім қоңырау шалды, соған жауап беруге тура келеді. Цифрланған әлемде әрқайсысын тауып алуға болады. Жалған қоңырау бұл нақты мерзім.
Кемшіліксіз жиһаз іздедіңіз бе? Даяна салонына кел. Беларусь Республикасының жетекші жиһаз брендтерінің соңғы топтамалары Даяна жаңа салонында сатылымда. Табиғи ағаштың аңызға айналған сапасы, кез келген бөлмелерге арналған жұмсақ және корпусты жиһаз, модульдік жүйелер. Біздің ашылуымыздың құрметіне өте төмен бағалар. Даянамен бірге жиһаз әлемін ашыңыз. Сіздерді күтеміз. Мечта сауда үйі 0-ші қабат, Дару клиникасының жанында. Жергілікті жаңалықтар. Бүгін қасиетті Рамазан айының соңғы күнінде мұқтаж адамдарға қайырымдылық көмек жасалды. Облыстық Қызылай қоғамында 25 отбасыға 115 мың теңгенің гуманитарлық көмегі көрсетілді. Олардың арасында жетім балалар, көп балалы, әлеуметтік жағдайы төмен жанұялар бар. Сондай-ақ 164 мұқтаж жанға киім-кешек сатып алу үшін 25 мың теңгелік сертификаттар таратылды. Бұған қаржы Біріккен Араб Әмірлігінен бөлінген. Рамазан айында қайырымды жандардан қолдау көргендердің бірі Тілеқан Ырзабаева. Ол Өзбекстаннан көшіп келген. Бүгін оның отбасына бірінші кезекте қажетті ұн, қант, май, макарон өнімі салынған азық-түлік себеті берілді. Уақытша баспанада тұратын қартана 4 немересін өз күшімен тәрбиелеп отыр. Қызылай қоғамының көмегін алғаш алуы. Балдарға, немерелерге көмек беріп жатыр. Рахмет. Құдайым ораза айында қабыл болсын, Құдайым. Бақытты болсын шаңырақтары. Рызқы несіп әкелсін Құдайым балдарына. Бүгін облыстық Қызылай қоғамында 25 отбасыға гуманитарлық көмек көрсетілді. Сондай-ақ Біріккен Араб Әмірлігі 164 асыраушысы жоқ балаға қаржы бөлген. Оларға керекті киімдер сатып алуға сертификаттар табысталды. Мынау 8-ші мамыр біздің мейрамымыз. Осыған байланысты біз бүгін көптеген көмекті жасағымыз келіп отыр. Ең біріншісі ол 25 адамға жағдайы өте төмен. 115 мың теңгеге азық-түлікті алып қойдық. Бұдан бөтен Біріккен Араб Эмиратының қолдауыменен 164 асыраушы жоқ балаға сертификат беріп жатырмыз. Бұл 25 мыңның сертификаты Вайкикиден барып алады, қалада 3-4 жерде бар Вайкики дүкені. Өздері барып алады, біздер тек сертификат береміз. Облыстық Қызылай қоғамының құрылғанына 80 жылдан асты. Онда 5 қызметкер жұмыс жасайды. Сонымен қатар жақсылық жасауға ат салысушылардың басым бөлігі еріктілер. Ізгі іске 100-ден астам жас тартылған. Айгерім Есмырза, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Мейірбике мерейлі мамандық. Бүгін медбикелер күніне орай Мәншік Мәметов атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжінде онлайн конференция өтті. Облыстың әр аймағындағы білікті медбикелер қатысқан шарада 44-ке жуық тәжірибелі маман алғыс хаттармен марапатталды. Бүгін қиында қызықты әрі жауапты қызмет иесі медбикелердің төл мерекесі. Осыған орай Мәншік Мәметов атындағы Ақтөбе облыстық жоғары колледжінде орта буын медицина қызметкерлеріне ерекше құрмет көрсетілді. Медбикелер қандай да марапатқа лайық. Оның үстіне былтырдан бері әлемді қыспаққа алған пандемиямен күресте олардың еңбегі ерен. Ақтөбелік медбикелер кәсіби мейрамдарына арнайы алғыс хаттарымен марапатталды. Төсбелгі табысталды. Салтанатты шара онлайн өтті. Ең алғыс шепте осы халқымыздың денсаулығын қорғауда дәрігерлер мен орта буын медицина қызметкерлері үлкен қызмет атқарды. Сол орта буын медицина қызметкерлерінің жасаған еңбектерін елей отырып, қиында, қуанышты да жұмыстарында сәттілік тілей отырып, олардың еңбектерін елеу мақсатында осы халықаралық медицина күнін ұйымдастырып отырмыз. Санитарлық талаптарды сақтай отыра өткен шараға қалалық емханалардағы мейірбикелер офлайн түрде қатысты. Марапатталғандардың 50% ауылдарда қызмет етіп жүрген білікті мамандар. Ақ халатты абзал жандар атаулы күн қарсаңында еңбектерінің еленіп жатқанына дән риза. Ұйымдастырып жатқан біздің жоғары медициналық колледждің ұжымына көп рахмет айтқым келеді. Осындай біздердің еңбектерімізді елеп, осындай халықтың алдына шығарып, біздің әйтеуір шамалда болса осындай пандемия кезінде біздерге көңіл бөліп жатқанына көп рахмет. Айта кетейік, марапатталған 16 мейірбикеге денсаулық сақтау министрлігінің алғыс хаты табысталды. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасының алғыс хатын 16 адам иеленді. Назерке Өтеген, Алексей Оразов, Тәулік.
Бүгін мейірбикелер күні ақтөбелік медбикелер қауымы төл мерекелерін өз ұжымдарының ортасында атап өтті. Нөмір 6 қалалық емхана басшылығы адал еңбегімен көзге түскен бір топ медбикені марапаттап, сый құрмет көрсетті. Мамырдың 12-сінде әлемде халықаралық медбикелер күні аталып өтіледі. Мерекенің бұл күні тойлануы тегін емес. 12 мамырда ағылшын медбикесі Флоренс Найтингейл дүниеге келген. Ол Қырым соғысында өз сияқты медбикелердің басын қосып, дүниежүзі бойынша тұңғыш санитарлар жасағын ұйымдастырған. Ақтөбеде Флоренстің 8.000-нан астам ізбасары бар. Солардың бірі нөмірі 6 қалалық емхананың медбикесі Зида Уәлиева. Бұл күн Гиппократ антын қабылдап, сенімділігін сақтап қалған ұлы тұлға ақ халатты абзал жандардың мерекесі. Осы күнде біздің осы әріптестеріме, медбикелерге айтар тілегім, медицина ол кәсібі, адамгершіліктің асылы. Сондықтан барлық медбикелерге еңбектеріне табыс, шығармашылық жолда шаршамай, төзімділік пен күш қайраттары мықты болып, отбасыларына береке. Бүгін емханадағы барлық медбикеге төл мерекесі қарсаңда құрмет көрсетілді. Емхананың бас дәрігері Жексенбі Көптілеуов еселі еңбек үшін 20-ға жоқ медбикеге алғыс хат табыс етті. Бұл ерекше мамандық. Емге дауа болады. Адамның көңіліне демеу жасайды. Науқаспенен бірден бір жеке қызмет істейтін мамандық. Әрине оңай емес, күндіз-түні жүреді. Жалпы медбикелерінің іс-қимылы қызметінің арқасында аурудың тұрып кетуі, жазылуы соған байланысты. Медбикелердің кәсіби дамуына зор көңіл бөлінеді. Жыл сайын орта буын медицина қызметкерлері Нұрсұлтан, Алматы қалаларында, шетелдерінде біліктіліктерін арттырады. Медбикелердің әлеуметтік жағдайы да назарда. Кезек пен пәтерге қол жеткізген медицина қызметкерлері саны артып келеді. Жұлдыз Мирханова, Сергей Калашников, тәулік. Бүгін өңірде назар аударыңыз, балалар республикалық жедел алдын алу акциясы басталды. Рейдтер 14 мамырға дейін жалғасады. Биылдыққа қала жолдарында балалардың қатысуымен 15 жол көлік оқиғасы болған, нәтижесінде 18 бала түрлі дене жарақатын алды. Жол көлік оқиғаларын болдырмау мақсатында оқу орындары маңындағы жаяу өткелдерде сабақтың басталуы мен аяқталу уақыттарында патрульдік полиция батальонының жасақтары күшейтілген түрде жұмыс жасайды. Балалардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының басым бөлігі демалыс кезінде орын алады. Жол сақшылары мектеп, балабақшалар маңында жүргізушілер мен балалар ата-аналарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қалалық полиция басқармасының статистикалық мәліметтеріне сүйенсек, алдыңғы жылға қарағанда биыл балалардың қатысуымен болған жол апаты едәуір азайған. Жол сақшылары ата-аналарға бастауыш сынып оқушыларын мектепке дейін шығарып салып, күтіп алуға кеңес береді. Балаларға үнемі көшеде жолда жүру тәртібін, ережелерді айтып отыру керектігін еске салады. Бүгін облыстық полиция департаменті өкілдері Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінде жиын өткізді. Онда тұрмыстық зорлық-зомбылық, қыз-келіншектерді қорғау туралы айтылды. Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмасына сәйкес ішкі істер органдарының жүйесіндегі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөліністерінің штаттық саны өзінің тиесілік нормаларына жеткізіліп, қазіргі таңда Ақтөбе облысы бойынша олардың саны 15 бірлікті құрап отыр. Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты тудыратын себептер мен жағдайларды жою мақсатында инспекторлар мемлекеттік органдармен және әйелдер құқығын қорғаумен айналысатын әртүрлі қоғамдық ұйымдармен тығыз байланысты жұмыс істейді. Биыл облыста тұрмыстық зорлық-зомбылықтан 800-ден астам әйел жәбір көрген. Үйде жұдырық, ала жүгіретін, жанұя шырқын бұзатын 1600-ден астам адам есепке алынған. Айта кету керек, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жыл басынан 835 қылмыс тіркеліп, оның 4-еуіне қатысты тергеу аяқталды. Отбасылық жанжалдан бір адам көз жұмып, біреуінің денсаулығына қасақана ауыр зиян келтірілген.